Алло, Толик. Кеше ғана айтқанларды не қылды? Список бойынша сөйлесіп отырсам ба? Ұмытпа, 4 робот жазып қойған бойынша, яқшы ма? Енді ана біздің бала роботты жақсы көреді да, нахан 4-еу болу керек үлкеннен. Сосын не қыл, ана келген адамдар бір көзі қуанатындай, бір қызығатындай торт істеп берші. 2 этаж болсын, 3 этаж ба, яқшы ма? Ава. Сосын ана түйе ме, ат па, қайсысы мақұлай кірген кезде үстіне мінгізіп кіргізуім керек та? Түйе ма? Болды. Қосшылар не енді қосшылар? Кемі бір 7-ме болу керек қой енді. Бұдан аз болып қалады да. Өткенде ана класстағы кімнің тойында қосшылар келіп көзді қыздырып еді. Годик той ғой, өзіміздің хан Ноликтің тойы кішкентай баламның. Енді үйленген кезде одан зор қыламыз енді құда қаласа. Солар сөйлес, жақсы ма? Сен келген адамдардың ой бұл деп көзін қыздырып не қыла жатсың? Олардың ішінде той бергісі келіп жүргендер бар. Сенің тойың анандай болып беріліп жатқанын көріп, қиналып қалады деп ойламайсың ба оларды? Сен сонша қосшыларды шақырып жатырсың. Мынау соң біреуінен танымайды ғой. Енді келген меймандар таниды деген ғой. Сен келген меймандарға бере жақсан ба тойды, мына балаға бере жақсан ба? Мынаның бары барып тұрған шығындарлық па сенікі? Өзі күнде айтып жатырды тойларды ақшамластырым деп. Өзі 1 жасқа шығып жатырған болса, шаңарақ ағзалармен үйде біздермен ақ белгілі, дүйім жұртқа мақтанған не керек бұның? Маған бүйтіп төгіліп шашылып жатырған тойың керек емес қойшы. Саған не? Яқ. Молодец, атасының баласы.